Мен Жолдыбай Жанель, 6 З сынып оқушысымын. Алпамыстың алғашқы сапары. Алпамыстың алғашқы сапары эпосын жазған Ақселеу Сейдімбек болды. Алпамыс батыр туралы әңгіме жазған автор кім? Алпамыс батыр туралы әңгіме жазған автор Ақселеу Сұланұлы Сейдімбек болып табылған. 1942 жылы дүниеге келіп, 2009 жылы дүниеден озған. Жазушы, әдебиет зерттеуші, ғалым, философия ғылымының докторы, профессор болып танылады. Ақселеу Сейдімбектің шығармалары өте көп. Мысалы, Ақиық, Алпамыс батыр, Кеніш, Тауға біткен жалбыз, Серпер, Аққыз және тағы да басқа әңгіме мен повестер бар. Мысалы, Кей шежіре 1-ші томы, Кей шежіре 2-ші томы, Ой толғақ, Көшпелілер тарихы, Қазақ әлемі атты ғылыми танымдық еңбектер жарық көрген. Аудармалары, шығармалары ағылшын, венгр, неміс, орыс, өзбек, чех, эстон тілдеріне аударылған. Ал енді Алпамыс батыр туралы білейік. Алпамыс батыр қазақ халқының қаһармандық эпосы. Ақселеу Сейдімбеков Алпамыс батыр. Қазіргі кезде кішкентай балаларға Алпамыс батырды түсіну үшін адамдар бұл шығарманы қарапайым тілге аударған. Ал енді Алпамыстың алғашқы сапарының қысқаша мазмұнын түсіндіріп кетейін. Алпамыс 10 жасқа толған кезде әкесі Байбөрі ұлына той жасайды. Алпамыс өте күшті болған. Ауылдағы балалар Алпамысты көрген соң бәрі қашып кетеді екен. Бір күні Алпамыс ойнауға бала іздеп жүргенде, бір баланы көріп, қасына жақындап, «Ей бала, тұр» деп түртіп жібереді. «Ей бала, тұр» деп түртеді. Оны көтеремаған бала байқұс құлап қалады. Оны көрген кемпір айда ахайлап Алпамыста ұрса бастайды. Кемпір Алпамысқа оның Күлбаршын деген келіншегі бар екенін айтады. Кемпірдің сөзін естіген Алпамыс тура жүгіріп үйіндегі сандықты сындырып, ішіндегі қару-жарақты өзіне киіп алады. Қару-жарақты киген соң Алпамыс қораға барып ең мықты атты алуға барады. Барған соң Алпамыс бір атты көріп, оның күшін көріп, сол атқа ат қояды. Оның атын Шұбар ат деп қояды. Алпамыс ешкімге айтпай жолға шықты. 12 күн жүретін жолды Алпамыстың аты 4 күнде жүрді. Қандай күшті ат десеңші. Жолда Алпамыс қарақшыларды кездестірді. Қарақшылар Алпамысқа жаман қасиетті оттарды лақтырды. Алпамыс қарақшыларды кездестіріп жеңіп шығады. Алпамыс Күлбаршын сұлудың үйіне аман сау жетіп келеді. Оны естіген Күлбаршын жылайды. Қуанғанынан жылап, қуанып кетеді. Алпамыс батыр туралы эпосын осы ссылканы басып көре аласыздар. Алпамыс батыр жырындағы кейіпкерлер, жырдағы жақсылық кейіпкерлері. Алпамыс негізгі кейіпкер. Байбөрі Алпамыстың әкесі, Аналық Алпамыстың анасы, Қарлығаш Алпамыстың қарындасы, Жәдігер Алпамыстың баласы, Шұбар ат Алпамыстың тұмары, Күлбаршын Алпамыстың сүйген жары, Алтыншаш Күлбаршынның анасы, Қараөз Алпамыстың ғашық болған Тайшық ханның қызы, Кейқуат, Құлтай, Тортай. Жырдағы жаман кейіпкерлер Ұлтан, Сарыбай, Қараман, Тайшық хан, Таймас, Бадамша, Мыстан кемпір. Алпамыс батырдың құрметіне деп Шымкент қаласының кіреберісінде батырдың ескерткіші орналасқан. Алпамыс батыр.
назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.